Қадірлі тыңдармандар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюларыңызды өтінеміз. Тұрсынбек Әлиұлы. Австралияда нең бар еді құлыным? Екінші бөлім. Ушуаядағы көңілді кеш. Ушуая туралы айтпай кету мүмкін емес. Аралдың бас қаласына әлемнің түкпір-түкпірінен адамдар өте көп келеді. Өйткені ол жердің ең оңтүстіктегі қаласы. Қолыңа сертификат та береді. Бұл адам жердің түбінде болды деген жазуы бар. Қала шағын. Туристер көп. Биік таулардың етегінде орналасқан. Алматы секілді. Бірақ төменгі жағын су шайып жатады. Қала тауға өрмелеп барады. Ағаш та көп. Айлақта тұрған үлкенді-кішілі кемелер, яхталар да көп. Үйлердің көбісі түрлі түсті ойыншық үйлерге ұқсайды. Қала халқы негізінен еуропалықтар. Немістер, ағылшындар, хорваттар. Айлақта тұрған кемелер, яхталар туристерді Антарктидаға апарып ақша табады. Антарктида осы жерден алыс емес. Бар болғаны 1000 шақырым. Антарктиданың суық демі сезіліп тұрады. Жазда күннің жылылығы 10-15 градустан аспайды. Тұман, жел жиі болады. Қыста күн 5 сағатқа шығады. Сондықтан барлық адамдар жылы киініп жүреді. Кейде кәдімгідей жылы жазда болады. Күн сәулесін төгіп тұрады. Сол кезде далаға шығып, үйдің заттарын, кірлерді жайып кептіріп аламыз. Бір күні ауаға. Жүріңдер, қалаға барып қайтайық, барлықтарыңды шақырамын, атама да, Анхелге де, бала шағасына да айт, менің қонағым болыңдар, қонақ етемін, Ушуаяның ең күшті ресторанына апарамын дедім. Сосын өзіңе бір жақсы көйлек ал деп қолына $500 ұстаттым. Еркек емеспіз бе? Біліп жүрсін. Байының ақша тапқыш екенін. Бұндай кезде әйелдің қандай болып кететінін мен сіздерге айтпай-ақ қояйын. Қуанғанын көрсең. Мойныма асыла кетті ғой. Жаратқан ием ауаға сұлулықпен қатар көркем мінез де беріпті. Мінезі жібектей. Сызылып тұрады ғой. Жүрегі нәзік. Ешқашан ашуланғанын, қатты сөйлегенін, долданғанын көрмедім. Ұрсысудың не екенін де білмейтін шығар. Өте қарапайым. Кешке қарай барлығымыз Жапонның Toyota пикап көлігіне отырып қалаға келдік. Қаладағы ойын-сауық, сауда орындарының барлығының аттарында не отты жер аралы деген, не жердің түбі деген сөз болады. Қаланың ортасындағы сондай бір жердің түбі деген ресторанға келіп көңіл көтердік. Қазіргі заманғы стильде, шынымен бетоннан тұратын шағын ресторанның іші тыныш, адамдар аз екен. Сосын бұл жерде үстелдер көбінесе 2 адамдық. Біздің жақтағыдай 4-6 адамдық үстелді көрмедім. Солардың біразының басын қосып, ортақ бір үстел шығардық. Кең 10 шақты адам еркін отыратындай болды. Қожайын менен: «Сіз жапонсыз ба?» деп сұрады. «Мен қазақпын. Қазақстан деген елді естуіңіз бар ма?» дедім. Басын шайқады. Бірақ байқаймын, 2 көзі менің ауамда, менің ауамның әдемілігіне қызығып, ғашық көзбен қарайтын секілді. Оңбаған. Сұмырай. Кең далада кездесең ғой, итше қыңсылатып атып тастайтын едім. Мен бұл жерге келген бірінші қазақ шығармын. Пәленшекең пәлен жерге барыпты дегенді оқығанда, көргенде жоқпын. Қазақ деген етті жақсы көреді. Дастархан мәзірін қолға алып қарасам, бұлардың қойдың тұтас етін отқа қақтап, дайындайтын бір тамағы бар екен. Уақыт жетеді. Жылқы, түйе ет емес, қой деген не тәйірі. Тұтас бір қойдың етін бұзбай отқа қақтап дастарханға әкелуге тапсырыс бердім. Терісі алынып, сойылған қойды төсінен бастап, дәл ортасынан кесіп, қабырғаларын 2 жаққа қайырады. Сосын ұзын темірге шаншып, басынан аяғына дейін кигізіп, ұзыннан ұзақ тұрған қалпы шоқтың жанына қояды. Қақтайды. Дәмі керемет дейді жұрт. Жұмақтың тамағы. Аргентина президентінің өзі осы қуырылған қойды жеу үшін аралға жиі келеді. Бұндай асқа келмеу мүмкін емес дейді олар. Ендеше президенттің жақсы көретін тамағын бізге неге жемеске? Біз кімнен кембіз? Негізі, бір жерден оқығаным бар, әлемде етті ең көп жейтін халық аргентиналықтар екен. Статистика сөйдейді. Хуанда, ауада, Анхелде, әйелі мен балалар да көңілді отырды. Елжан менің қолымда. Бұндай хан тамағын бұрын көп жемегендері көрініп тұрды.
Не қалайсыңдар, не ішесіңдер, не жейсіңдер, барлығына ұялмай тапсырыс бере бер. Бүгін мен өте жомартпын, бақыттымын дедім. Ауаға бір қарап қойдым. Бұл менің жақындарымды бір сыйлағандығым еді. Сөреде тұрған русская арағын көзім шалды. Орыстың жынды суының да жүрмейтін жері жоқ екен. Анхельге мынаған қалайсың деп сұрап едім, басын шұлғыды. Бүйтпесе, мафиози бола ма? Жақсы отырыс болды. Биледік, Ауа екеуміз гитараның мақамымен айтылған испан әндеріне вальс биледік. Құшақтасып, бір дене болып кеттік. Иісін-ай, шіркін. Ауаның әлемдегі ешқандай әйелде жоқ өзіндік бір иісі бар. Егерде көзімді байлап қойып, мыңдаған ұрғашының ішінен ал, енді Ауаңды тауып ал десе, жазбай табар едім. Ұзақ биледік. Қайта-қайта биледік. Жұрттың бәрінің көздері бізде. Неткен сұлу қыз. Жігіті қандай керемет, деп ойлаған шығар. О, гитара. Гитараның алты шегінен шыққан мың түрлі дыбыстар адамның даусымен үндесіп керемет әсерге бөлейді. Шек қарныңды ақтарып, жүрегіңнің пәрше-пәршесін шығарады. Көзіңе жас келеді. Испанша әндер мұншама сазды, назды болады деп кім ойлаған? Студент кезімде араб мақамының да керемет болатынын білдім. Бірінші, екінші курста африкалық жігітпен, үшінші курста бір араб жігітімен бір бөлмеде тұрдым. Сол араб жігіті кешке қарай үнемі бір әнді қойып қоятын. Сондағы араб әйелінің дауысын көпке дейін ұмыта алмай жүретінмін. Төбе құйқаңды шымырлататын еді. Ән не туралы? Деп сұрайтынмын мен одан. Палестинаны азат ету туралы дейтін ол. Бәсе, керемет мұңды, сүйегіңді сырқыратады деуші едім. Испан музыкасы да одан кем емес. Тағы да биледік. Анхель мен Кари де қосыла кетті. Екеуі де жақсы билейді екен. Ән айттық. Мен өзіммен бірге қазақ әндерінің дискісін ала барғанмын. Барменге айтып, соны қойғыздым. Қазақтың әндері кең залды күмбірлетіп, шырқалып жатты. Қарағым-ай, сұлулық осындай болады екен. Бір басқа армансыз қонады екен. Адамдар өмірге қонақ екен. Шынында бұл дүние шолақ екен. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен. Жабырқап сені кім тосады екен? Бұл тағдыр сені кімге қосады екен? Қарағым-ай, қиылып, үзіліп, қарадың-ай. Қарағым қандай сұлу жанарың-ай. Бірде қиялым тербеп, көкірек кернеп, аңсаймын сазын аққудың. Назыңмен бірге бөлендім күйге. Мен үшін жаным пәк тудың. Енді бірде мен сені әдемі-ай, ақ бұлттан жасап алғанмын. Адам көркі, шүбері. Ауаны мен ылғи бұтында джинси, кеудесінде жемпір немесе футболка киген қалпы көретінмін. Енді көргенде танымай қалдым. Ұзын етекті, көкірегі ашық, белі жіңішке, аппақ көйлек киіп, боянып шыға келгенде періштені көргендей болдым. Шашында басқаша бояпты. Аяқта туфли. Бойы өсе түсіпті. Жүргенде ұзын көйлектің етегінен анда-санда сандары жарық-жұрық етіп, неше түрлі ойларға жетелейді. Бұндай әдемі деп ешқашан ойламаппын. Жаңа ғана көргендей қарай беремін. Көзімді алар емеспін. Сүйсініп отырмын, ынтығып отырмын, ғашық болып отырмын. Мәз болып отырмын. Бұндай да әдемі әйел болады екен-ау, Ауаның билегені көңілді әуен, арақтың буы. Хуан сөйледі. Ұзақ сөйледі. Сосын Анхель, сосын оның әйелі Кари, бәрі бізге бақыт тіледі. Сосын мен біраз қызып қалыппын. Есіме ескі досым түсті. Өзі әдебиетке жақындау еді. Өлең ән десе жанын беретін. Осындай отырыстарды сүйетін. Қайдағы бір өлеңдерді жаттап алып, аузына 100 грамм тисе болды, соларды оқи жөнелетін. Бірде емденіп ашу ыза талай кекті. Ғұмырын місе тұтпай абайда өтті. Ойшылды ел жұртына өгей еткен. Ойпыр-ай қу замана қалай епті. Десе, енді бірде батар күн, келер түн, атар таң, шығар күн. Бәріне құмармын. Осымен осылай мәңгілік тұрармын. Осымен сірәда өлмейтін шығармын деп бір қолын жоғары көтеріп тұрып қалатын еді. Сол сияқты мен де көңілім көтеріліп, шабыттанып, өлең оқып кеттім. Кей уақыт көңіл торықса,
Қаңғимын жалғыз жабығып, жаным-ау, сонда жолықсаң. Кетемін демде жазылып, жұмбақ көп тірі пендеге. Себебін қалай ұғармын? Неліктен, не үшін, мен неге? Сен қызға сонша құмармын. Екі көзім ауада. Сосын үйге, Астанаға телефон соқтым. Алло. Алло. Телефон трубкасын келіншегім алды. Қуанып кеттім. Алло. Бұл кім екен? Деді ол. Мен ғой. Қалдарың қалай? Жақсы, звондағаның жақсы болды, уайымдап отыр едім. Мен аман-есен жеттім. Қазір Ушуайадамын. Жақсы болған екен. Иә, тез-ақ келдім. Әзірше бәрі жақсы. Ертең Жақшыбектің мәселесіне кірісемін, бірақ оның қаншаға созыларын білмеймін. Мүмкін 3 күн, мүмкін 3 ай. Жарайды, көп жоғалып кетпе. Тез жет. Әрине. Жарайды, жақсы. Көңілді кеш ұзаққа созылып, етке тойып, жақсы демалып, таң ата бірақ қайттық.